82 жекпе-жек өткізген. Ешқайсында жеңіліп көрмеген кісі. Мен негізінде жеңіліп қалғам. Дәнеш тістеп алды деді. Тістеп алдым деп бір жерім жұлып алған жоқпын мысалы. Мен де саусағым тістеп ал деймін де. Екеуміз бірде-бір мен де саусағым тістеп қазір сындырды да, екеуміз қайтадан шығайық төбелесейік жігітше деп. Бандит болдыңыз ба? Бандит деген ол бандит қой, конкретно бандит деп. Жекпе-жек жолын қоям деп шештіңіз ба? Қоям деген ой болған жоқ. Қытайдың түрмесінде болған деген әңгіме бар. Төбелескім келіп тұрады. Біреумен жаңағы көшеде жүргеннен қазір енді кішкене тынышталдық қой жаңағы. Тоқал туралы не ойлайсыз? Тәтті нәрсені ақындап, білдіртпей келтіре берсең қайын болатын шығар деп ойлаймын. Алданыш аға, ассалаумалейкум. Уалейкум ассалам. Біздің осы сұхбатқа шақырғаныңызды қабыл алып, біз келіп отқаныңызға рахмет. Бүгінгі біздің қонағымыз Дәнеш Дүнгенбаев, аралас жекпе-жектен әлемнің чемпионы, Евразия чемпионы, Азия чемпионы. 82 жекпе-жек өткізген. Ешқайсында жеңіліп көрмеген кісі. Ал Дәнеш аға, ең басты осы 82 жекпе-жек жайлы айтайық. Шынымен ұтылған жоқсыздар ма? Өйткені кейбір жерлерде ұтылған шығар, оны шықпай қалған шығар, ол кезде видео болған жоқ деген сияқты сыбыстар бар. Сол туралы айта кетсеңіз. Ал қош келдік бауыржан, өздеріңе де рахмет. Шақырып интервью алып жаңағы сұрап жатсыңдар жаңағы. Біз енді 82 жекпе-жек өткіздік деп айтылып жазылып кеткен ғой. Жалпы бұның бір несі бар. История деді ғой. Тарихы бар. Тарихы бар, иә. Кезінде мен осы жекпе-жекті бастайтын кезде 94-95 жылдар бастадық қой біз. Қазақстанда Алматыда бастап кеттік. Сол кезде универсальный бой деген шықты ғой сол кезде. Универсальный бой деп сол уақыттарда қиын уақыттар болды ғой. Квартирада жүресің, ана жақта, мына жақта жүресің, бірде қарның тоқ, бірде қарның аш сөйтіп жүрген кезде Абай көшесімен кетіп бара жатып, троллейбуста кетіп бара жатып, мен сонда үлкен афиша жазылып тұр екен да. Универсальный боец деп, жаңа астында телефон тұр екен, организаторлар, облыстар. Сол телефонның бәрін жазып алдым да, жаңағы бірінші Алматыға қарай, бірінші Алматыда ағамыз тұрады, Сәкен деген Мамыров, Мәуленнің ағасы, туған ағасы. Сол кісіге келіп, мынаны сөйлесіп беріңізші, мынаны универсальный бой, төбелес екен деп орысша дұрыс сөйлей бермеймін өзім. Сонымен ол кісі сөйлесіп қабылдайтын болды. Қабылдағанда сол барып салмақ өлшейтін болдық. Сонымен барып салмақ өлшейміз, өлшесек салмағымыз 62 килограмм, ол жерде жоқ дегенде 70 килограмм болу керек деп олар бізді қабылдамай қойды. Сол жерде как раз Турдиев Бақтияр деген бір ағамыз болған, қазірде ол кісі бар, неде Қырғызстанда қазір. Өз кезінде Дәулет ағамызбен Тұрылған ағамызбен бірге көскен. Сол кісілермен кезінде айтып, Сәкен ағамыз жұмыс жасап жүріп, сол кездесіп қалып сол жерде. Сол кісі айтып сөйлесіп, кішкене 5-10 теңге ақшасын беріп, ол кісілерге сөйтіп кіргізіп жіберген мен. Соны енді өзіміз жауаптымыз деп жаңағы қолхат жазып сол жерде. Сөйтіп қатысам да сөзден бірінші орын аламыз ғой. Сонымен келесі жарыстарға олар өздері біздің данныйымызды жазып шақырып отырады ғой бізді. Сол кезде жаңағы бір неде, бір күнде 4 бой өткіземіз. 4 бой өткізгенде әр жаңағы 3 ай сайын жаңағы жарыс өтеді ғой. Осы Алматының өзінде 4 жарыс өткіземіз, кейін Астанада өткіземіз. Сөйтіп негізі жалпы бір нақты айтқан кезде жекпе-жектен бір 50-ге жуық бой өткіздім. 47 ме екен сондай бой өткізгем. 82 емес. 82 емес. Негізі ақиқатында солай. Ешқайсында жеңілген жоқсыз. Иә, жеңілмедік қой. Енді ар жағы 82 деп жазылып кеткен. Кезінде мына Асқат Ерболат деген қазір мына Бушудың президенті бар ғой, танисыздар ғой. Кезінде Алашбаратта зам болып істеді. Ол өте жақын досым болады ол кісімен. Араласқан почти бала кезден араласқан десек те болады. Ол кісі мына Қордайда таможняда істеп жүрген кезде екеуміз қатты араласып, бірге таможняға жұмыс жаққа барып жүрдік. Сөйтіп жүрген кезде жаңағы нелермен. Ол кезде телехранительдер болды ғой жаңағы. Біздің көкелеріміз көп болды ғой, ағаларымыз жаңағы. Қасында телехранитель ұстап жүреді, водительдерін ұстап жүреді, жаңағы мақтанып жаңағы бірімен бір жаңағы моншада отырғанда мақтанып кетеді ғой жаңағы. Міне біздің ініміз бар, телехранительіміз біздің любойын сындырады, бүйтеді, сөйтеді деп. Сол жерде отырамыз да спорт ете қалып жаңағы төбелесе кетеміз ғой.
ақшаға спорт ете қаламыз, давай қай жерде төбелесесіз? Далаға шығып алып төбелесесіз? далада өз орындар тауып аламыз. Кейде бір залда төбелесетіндер моменттер болады. Болмаса даладан да бір брошенный үйлер көп болды ғой кезде, этажный үйлер. Сол жерде төбелескен кездер болды. Соны неше бой өткізіп жатық енді ондай бойдан, сан біразын өткізіп жатық қой. Сол жерде жаңағы Асқат Ерболат бауырымыз сол жерде не дейді, мен жаңағы 82 бой өткізген, сен жеңілмегесің деп сөйтіп жазғанда сол күймен кетіп қалған ғой. А негізі сол 50-ге жуық бой өткізген. Қысқаша тарихы осы дейсіз ғой. Иә. Салмағы үлкен төбелеске шығып кеттім деп жатсыз ғой. Сол кезде ол салмағынан қорықпайсыз ба, әлде ол жоқшылық па, или спортқа деген қызығушылық па? Неге ол салмағы үлкендермен төбелесесіз? Қайсы мына өзіміздің официальный жекпе-жекте ме? Универсальный бойда. Иә, универсальный бойда. Универсальный бойда ол енді бір шетінен мен өзім төбелескіш болып жүрдім ғой, төбелеске жақын болып сөйтіп жүрдік та. Көшеде бірдеңеге арандағанша лучше сол жаңағы восьмеркаға кіріп өзіңді күшімді сынап көрейін деген бір. Әрдайым төбелескіңіз келіп тұрады ғой өзі. Төбелескім келіп тұрады. Біреумен жаңағы көшеде жүргеннен қазір енді кішкене тынышталдық қой, жаңағы жас келді деген сияқты нәрселер ғой. Сол кезде сондай бір нелер болды ғой, енді әкеміз де ерте қайтыс болып кетті, жаңағы қой дейтін қожа жоқ, жаңағы әкеміздің тәрбиесін онша көре алмадық, жаңағы бандит болдыңыз ғой. Бандит болғанда бір асыған бір бандит неміз жоқ, құр бандит деген бір аты нелер болмаса ондай бір. Бандит деген ол бандит қой, конкретно бандит деп ол. Енді кішігірім бандиттер ғой, төбелесіздер жүреді. Иә, сөйтіп жүрдім. Мен өзім сондай болдым, жаңағы нетесің ғой, біреумен көшеде кетіп барады, бірдеңе ергесіп жаңағы спорт етіп тұрмайтын көпші. Жаңағы сенікі ақ болды, сенікі көк болды деп көбінесе жаңағы бірден төбелесе кеттің мен жақсы көретім да. Сен сөйтіп жүріп бірдеңеге ұрын қалмайын деп сол как раз сол жарыс күшті болды маған негізі. Сонымен сол жарыспен кеттік қой. Жекпе-жектеріңіз ішіндегі қиын жекпе-жек, оңай жекпе-жек деп бөле аласыз ба? Бөлесің ғой. Қайсысы жекпе-жек сізге қиын болды? Жекпе-жектің қайсысы болса да оңай жоқ, бәрібір де шыққан кезде любой спортсмен жаңағы не болады ғой. Жаңағы мандраж дейді, қорқыныш болды, соны жеңе білу керек та. Холоднокровный салып келіп жаңағыдай өзіңді ұстап жаңағы ертең мысалға жарыс болатын болса, сол түнімен жаңағы жарысты ойлап, ертең не болады екен деп, удар алып қалсам қалай болады екен, ұйықтап қалсам қалай болады екен деп ойлап кешкен түнімен аунап-қунап ұйықтай алмай жататын болсаң, бітті ғой, жанып кеттің, ертесінде бойға шыға алмайсың. Сол үшін жаңағы ең бірінші жаңағы қиыншылық жаңағы соны жеңе білу деп ойлаймын мен. Ата бұл бойлар болды, неше бой өткіздік, оның қырғын болып, соғылысып жаңағы қан жоса болып төбелескен бойлар болды. Мысалы Қырғызстанда Акын Алмас деген қырғыздың байысы болған. Сонымен 2 жыл төбелескенбіз, сондай не болған. Қазақстанда мына неде универсальный бойда Асан Сейітов деген жігітпен финалда төбелестім, салмағы 85 кг болған. Өзі зудайыз, сондай қолым болевойға тартты, аяғымды болевойға тартты, өзім болевойды ұқпайсың да ғой, бірақ сондай енді ауырып жатыр да қолдар. Сол шыдап, сол до конца төбелесіп өттік қой енді. Кейін бойдан кейін қолымыздан снимка жасап не қылдық қой, жаңа тамырларың да үзіліп кеткен ғой. Сондай нелер болады екен, жаңа қатты созған кезде, қолды болевойға тартқан кезде, бұнықтың нелер болады, тамырлар. Созылып кетеді екен де, соны бастан айлы жасау үшін жаңағы 4 ай, 3 ай жүргің керексің сол. Бір недеші, тренинг жасамай. Сондай нелер болған. Жаңағы Алмаз Ақын деп айтып кеттіңіз ғой, қырғыздікі. Ютубтағы видеосын қарасам, астында комментарийда қырғыздар жазыпты. 2 рет төбелесті, біреуінде ма, екеуінде де Дәнеш тістеп алды деді. Мен көрдім, қолын ұстап алып кетіп баратыр. Жекпе-жек барысында ол тістеген нәрсе көрінбейді, ол сонда шаршап қалды ма, не болды оған негізі? Ол жерде бірінші рет төбелесті, мен оны ұттым ғой, ол жерде қырғыз жігіт, ол действительно ол Ақын Алмас мықты жігіт болған, байыз енді. Салмағы да бар, сондай өзімен ұстасып көрдім ғой мен. Ұстасып көрген кезде мықты действительно шанау. Екінші рет қайтадан реваншқа кездестік, 3 айдан кейін келістік, 3 айдан кейін қайтадан төбелескен кезде анау көрініп тұрды, ана баланың мандраж етіп тұрған. Или болмаса сол жердегі судействоның бір нелері болды ма, жаңағы өздерінің бір құқ болған планы болды ма. Мен ойлаймын, оны тістеп алғанға мен тістеп алдым деп бір жерін жұлып алған жоқпын мысалға. Ол жерде бір ситуация болды, екеуміз төбелесіп бастала кетті. Видеосын қарасаң да көрініп тұр мысалы. Бастала кетті, бұтыр-бұтыр жаңағы бірімізді соғып бүйтіп төбелесіп жатқан кезде, ол жаңағы несін, екі үлкен не болды, сұқ саусақтарын жаңағы бүйтіп неге кіргізіп алды да менің аузыма ше. Тура мен осы положениеде жатып қалған кезде кіргізіп алып жаңағы бүйтіп тартып атты.
қатты тартып жатыр, неғып тартып Ондай жатыр. ауырту әдісі бар ма еді көзі? Ондай жоқ қой, енді сол или саусағы байқаусыздан кіріп кетті ма менің аузыма, или әдейілеп кіргізді ма, бірақ енді әдейілеп кіргізді десең, байқамай қалды десең, енді екеуін бірге кіргізбейді ғой. Ол бірден екеуін де кіргізіп алды маған, екі саусағында. Сонымен мен енді аузымды бүйтіп деп ашып жатпайсың ол жерде. Сол жерде тістедім мысалы, бірақ енді саусағын тек жұлып алатын мен оны тістеген жоқпын. Сол салып жіберді ғой. Иә, содан сол жерде судья деп айғайлап өзі сол жерде паниковать етіп, сонда рефериға көрсетіп, саусағым деп. Сонымен сөйтті да бізді неден шығарып тастады екеумізді. Сонымен мен айттым, тістеген жоқпын, шығайық деп. Финалдың уақыты ғой. Соны ана жердегі бас судья сол кісіге барып айттым, не дедім, қазір мына ненің бәрі, мына үлкен салмақтың бәрі өтсін, және сіздер қайтадан төбелесесіздер деді. Жарайды, қайтадан төбелесеміз деп отырмын. Содан кейін барып ана Ақын Алмастың несіне бардық, ол кезде екі жақта боласың ғой жаңағы. Ақын Алмасқа барып айттым, киім шешетін орын. Иә, Алмас бауырым, не болды, жігіт емес қой, қайсы қолын көрсетші деймін да, сөйтсем қолын көрсетпейді анау. Қолым бірдеңе деп жаңағы, қолын көрсетпей қашып менен жаңағы. Мен жігітше төбелесейік те деймін да, саусағын давай, менің де саусағымды тістеп ал деймін да. Екеуміз бірде-бір менің де саусағымды тістеп қазір сындырды да, екеуміз давай қайтадан шығайық төбелесейік жігітше деп. Сөйтсем ана жердегі нелер жаңағы балалар бар, қырғыздар бар жаңағы мені итеріп шығарып жіберді. Сонымен шығып кетіп қалдым. Сонымен сол күнше неткен жоқ қой, шыққан жоқпыз бұларға, қалып қойдық. Сонда финалдық жекпе-жек болған жоқ па, или басқалар финалға? Басқа ол кезде біздің финалдық не болған. Біз финалда төбелесіп, бізден кейін жаңағы тяждар төбелесу керек болды да. Тяждан кейін біз төбелесуіміз керек болған еді, ана кімнің бас төрешінің айтуы бойынша. Сонымен сөйтіп қалып қойды, шыққан жоқпыз. Сонымен келесіге деп қалды, бірақ келесі жолы мен барған жоқпын. Қырғызстаннан бөлек сіз Кореяда төбелестіңіз, Ресейде төбелестіңіз. Иә. Сол жақтағы қиын жекпе-жектер қандай болды? Россияда Ярослав қаласында болдық. Ол жерде жаңағы Жомарт ағамыз мен Абылайхан клубтың президенті, қазір соның президенті ғой. Сол кісі өзі апарды. Асқат Ерболат бауырымыз бірге барды менімен бірге. Ол мен қайда жарысқа барсам, ол бірге менімен жүретін, постоянно менімен бірге болатын. Қайда барсам да. Россиядағы да енді өте бір қиын не болды ол жерде. Жарыс болды. Салмағы 72 килограмм салмақ болды, мен келді 62-63 килограммын ғой. Не үшін қиын болды десең, ана мен сопернигімде ол да не болды, вольник болды ғой. Вольник болды, көбінесе мен астында жатып төбелестім ол жерге. 5 раунд болды, 5 минуттан. Почти 5 раунд астында жаттым ғой. Ең соңғы раундта, короче, мен оны ұтып алдым. Болевоймен ұттыңыз ба? Жоқ, болевоймен емес, добиваниемен ұттым. Ең соңғы раундта күшіңіз жинадыңыз? Ең соңғы раундта күшін ана өзі шаршады. Мен функционалдық жағынан менде мықты болды ғой. 4 раунд астында жаттым, 5-ші раундта сондай бір момент болды. Мен оның үстіне шығамын, үстіне шыққанда ол менің екі қолымнан ұстап отырады, осылай ұстап тұрды осылай. Сен мына қолмен соғайын десем соғамаймын, аяқпен тебейін десем аяғым оралып жатыр ғой былай. Не істерімді білмей бүйтіп тұрамын да баспен, ол кезде баспен, шынтақпен бәрі бар ғой бізде. Баспен аламын да соғамын ба, баспен соғғанда тура мына неге, танаумен мына ненің аузының ортасына тигенде действительно удар сезіледі ғой, ана удар ше. Шақ етіп удар сезіледі. Сол кезде анау қатты не удар алады да есеңгірейді. Қолымды жіберіп қояды да сол кезде. Коммерческий турнир ма осында? Коммерческий турнир, жаңағы әлем чемпионаты, Евразия чемпионаты, Азия чемпионаты қай жерлерде өтті? Евразия бізде Астанада өтті. Ерік Аксенов өткізген Астанада. Азия чемпионы осы неде Қырғызстанда өткізген бағанағы жарыстарымыз. Әлем чемпионы деп жаңағы Кореяда өткізгенде жаңағы әлем деп өткізді жаңағы енді әлем деңгейінде. Сол Корея бір спортшымен шықтым, Корей спортшымен. Ол кезде Ардақ Назаров бауырымызда болған, Мирон Мирошник деген байыс болған, Ақылбек Төлегенов бар. Қазақстаннан біраз байыстар бардық деді, 7-8 байыс бардық. Сол бәріміз барып сол жерде төбелестік қой, әр салмаққа. Сол кезде мен 70-ге дейін салмаққа төбелестім. Сол бір бой жасадым, сол корейспен. Корейсті сол жерде жаңағы нетті ғой, объявить етті, жаңағы осылай мықты біздің Кореяның чемпионы. Осылай деп біз жаңағы Қазақстан чемпионы болыпты, бірақ не жаңағы жарыстың өзі жаңағы әлем чемпион деңгейіндегі деп өткіздім. Солай деп. Әлем чемпионы атағы үшін. Иә. Ол жерде жаңағы ардақтар сізбен бірге барғандар кім ұтты? Ұтты балалар, ұтылғанда болды, ұтқанда болды. Соңғы жекпе-жегіңіз қайда болды сонымен? Соңғы жекпе-жек мен неде өткіздім? Жоқ, неде сол Кореяда өткіздім. Содан өзіңіз осы жекпе-жек жолын қоям деп шештіңіз ба, әлде ол өзімен өзі кетіп қалған? Қоям деп шешкен жоқпын мен, өзі солай болды да. Атак мен қоям деген ой болған жоқ.
жарыстар болмай қалды, жұмысқа кіріп кеттім деген сияқты нәрсе. Сонымен оның үстіне спонсорлар да болған жоқ, поддержка дұрыс болған жоқ, әйтеуір сонымен қойып қойдым осы спортта. Біраз үзіліс болып кетті, сонымен тренер болып кетті. Онда сол тренерлік салаңызға келейік. Негізі бапкер болып жүргеніңізге біраз уақыт болды. Қазір қанша шәкіртіңіз бар? Оның ішінде айта кетерлік мықты жігіттер бар ма? Сол туралы айтып берсеңіз. Мен 2011-2012-де Данияр Қасқаровты танымайтын ел жоқ шығар деп ойлаймын. Осы Қазақстан болсын, шет мемлекеттер бәрі таниды Данияр Қасқаров. Алашбаевтан бастадыңыз ғой сіз? Жоқ, Алашбаевтың алдында да мен бапкер болып жүрдім ғой. Ол кезде мен Қаскелеңде бапкер болып істедім, где-то 4-5 жылда істеп жүрдім. Ол кезде зал арендовать етіп, сол жерден балалар дайындап сөйтіп істеп жүрдім. Көп түрік балалар келетін сол жерде. Сол кезде чемпион Қазақстандаға барасың, жаңағы жекпе-жекке барасың, ММА-ға барасың, сол кезде жаңағы түріктің балаларын апарамын ғой. Түріктің балалары жаңағы менің оқушыларым ғой. Алапта жаңағы ұтады. Сонымен жаңағы біраз жігіттер сөйлегендер де бар. Сен бір қазақтың балаларын дайындасашы деп. Енді Қаскелеңде өңкей түріктер, күрдтер ғой жаңағы. Солар келеді жаңағы. Енді олар келіп тұрған соң кетті. Келіп тұрған соң енді үйретесің, олар ақшасын төлеп жатса, неғып үйретпесің. Сонымен кейін сол жерде жүрген кезде осы Алашбаев сол кезде жаңадан ашылып, осы Асқат Ерболатов бар, жаңағы Данияр Қасқаров бар, екеуі бірігіп, осы Алашбаев деп клуб ашып, олар естеріңіз ғой, 2009-да ма сол кезде ашты олар. 2010-да ашты ма, есімде жоқ. Мен өзім әйтеуір 2011-де мен тренер болып істегем, бас бапкер болып сол жерде жұмыс істедім. Сол кезде Қуат Хамитов бар, Қайрат Ахметов, Ержан Естанов, Арман Оспанов бар, Махир Маметов бар, жаңағы кім бар анау, өзіміздің жаңағы жақында чемпион болып қалды ана Артем Резников. Ол кезде олардың бәрі новичок, бәрі болғанда жаңағы Артем Резниковтан новичок болып жүрді ғой, жаңадан келіп жүрген. Сол бәрін басын қосып, соларға жаңағы айлығын төлетіп, квартира снимать етіп, сол неткен осы Алматыдан. Ол кезде ССК-да болдым зал. Сол кезде мен істедім тренер болып сол жерде. Бас бапкер болып істедім. Мен мысалға айта аламын, олардың бәрі бала кезден дайындалған жаңағы нелер тренерлер бөлек қой. Бірақ ол жерде мен 2 жылда мен еңбек жасадым. Қуат Хамитовқа мысалы қазіргі уақытқа дейін айтып жүрді, Қайрат болсын, Ержан болсын, ағайымыз бізді дайындаған деп мен. Оларды мен оқушым деп айта аламын мысалға. Енді олардан кейін өзім жеке уже клуб ашып істедік қой жаңағы. Қазір біраз оқушым бар, 40-50 шақты оқушыларым бар, бірақ оның ішінде жаңағы результат көрсетіп жүрген оқушылар бөлек. 15 оқушылар бар. Кімдер ол? Айта кетсек, Бекзат Алмахан бар, әлем чемпионы жекпе-жектен. Қазір енді осы проф бойларға шығып бастады. Жасы да мысалы енді 22-ге толып отыр. Жақында үйленді. Оның болашағы үлкен күтіп отырмыз енді ол жігіттен. Алла қаласа. Кейбір бапкерлер жаңағы жекпе-жекте жүрген балаларын үйлендіргісі келмейді. Үйленген соң ол уже босап қалады деген сияқты ойлар бар. Сіз қалай қарайсыз? Мен оған қарсымын. Үйленгісі келген жігітті үйлендірген жақсы ма деп ойлаймын. Ертең оның алдын тосып неге сен үйлену деген, бір бас екеу болу деген ол өмірдің бір несі ғой. Ол да бір өмірдің бақыты да. Сол үшін жаңағы баланы тоқтатып қойғанға мен қарсымын. Шықпайтын болса басқасы шығады деген сияқты нәрсе ғой. Мүмкін ол мысалға өз басым үйленгеннен кейін де 2-3 бой жасадық қой. Үйленгеннен кейін де. Ол кедергі болады деп ойламаймын. Одан басқа да жаңағы оқушыларым бар ғой, жаңағы Мұқанов Сағындық бар, Мақсұм Азат бар, Жалал Абай бар. Тағы да жаңағы айта кетсек біраз оқушыларымыз бар ғой. Оның бәрі пісіп тұрған жігіттер ғой. Пісіп тұрған, енді көзге көріп қойған балалар бар. Алла қаласа. Сіздің қазіргі клубыңыз, өзіңіз менеджерлармен сөйлесіп, өзіңіздің сарбаздарыңызды қайда шығарасыз? Менеджерлар бар ма ондай сізде? Менеджерлар тура өз басымда жаңағы жеке менеджер деген жоқ менде. Ақындап қарап жаңағы ыңғайын келтіріп, таныс арқылы. Ыңғайын келтіріп жаңағы бәрі таниды ғой жаңағы. Енді сен мысалы қазір қалай жақсы көтеріп жатыр мысалға. Оғанда мысалға кіргізу үшін ол жерге мен мысалға таныс демеймін жаңағы. Балаларымыздың бәрі таниды, кірмен сөйлесіп жаңағы ақындап балаларымызды қоса береміз. Содан кейін жегісі жаңағы аса оғанда қосуға болады, просто оған жаңағы балалардың деңгейі келу керек та. Балалардың деңгейі келіп жаңағы несі келсе. Қордан қыр бар, ұтылып қайтқаннан пайда бар. Конечно, асаға деп ойбай деп жаңағы айтуға болады жаңағы жігіттерге, Даниярға да басқа да жігіттерге айтып жаңағы мен баламды қосайық деп. Бірақ ол жерде
ол менің сөзімді жерге тастамайды, қосайық дейді, бірақ ол жерден ұтылып жатсаң тоже болмады ғой. Өзі бір пісіп дайын деген балалар болған кезде қосам ба деген. Бекзат алдында JFC-ге шығатын болды ғой? Иә. Болмай қалды. Одан кейін JFC-мен қандай тағы келіссөздер өтті ме? Әлде соғалып бітіп қалды ма? Жоқ, біткен жоқ, ол жерде әлі келісім сөздер бар. Ары қарай шығамыз десек, шыға береміз. Қазір Бекзат жақында естіген шығарсыздар, ана неден Бушидоға қатысы біраз тізесінен травма болды, сустақтан. Қазір 2-3 ай жарысқа шыға алмайды, емделіп толық қаралу керек. Бірақ тренировкасын бастап жатыр қазір. Бастап жатыр. Уже бір 2 аптадай болды, бастап ағындап істеп жатыр. Кейін 2-3 айдан кейін қайтадан қозғалыс жасаймыз ғой, ары қарай. Тағы Азат Мақсым. Мақсым Азат қазір октагонда 10-0 контрактыда 10-0, шегдегі жақсы. Ол да жақсы өсіп кеткен бала. Оның да қазір биыл 2021-ден бастап ақындап жақсы промоушндарға қосамыз деген ой бар. Ол жерде Нұридин бауырымыз жұмыс жасайды, Азатпен. Жарыстарға қосады. Бірақ қандай болса да қосса да, Нұридин маған хабар беріп, айтып, сіз арқылы өтеді. Иә, мен арқылы дайындық қалай деген сияқты. Неге десең, олар бәрі дайындықтың бәрі менің қолымда ғой, мен оларды білемін. Қаншалықты деңгейде дайындық бар екен. Өзі айтады, Нұридин аға мынандай бір байыз шықты, JFC-ға болмаса басқа неге организацияға қалай бала дайындығы деп сопернигін айтады. Мысалы мен өзім айтамын деңгейін. Сол бала дайын десем, онда дайын шығаруға болады. Дайын өзім шығамайды. Кейінге қалады. Жаңа айтпақшы, Бекзат пен Сергей Морозов төбелеседі ғой кезінде. Иә. Сол көрермендер, жанкүйерлер екіге бөлінді. Бірі Бекзат таза жеңді десе, бірі Морозов жеңді дейді. Сол сіздің көзқарас бойынша Бекзат жеңді ме сол кезде? Бір шетінен ойлайтын шығар, Бекзат мен өзім оқушым болғаннан кейін Бекзат жеңді деп мен айтады деп, бірақ басқаларында да көзқарасы мысалға бар ғой, видеосы бар. Екіге бөлінді ғой көзқарастар видеоны көргеннен кейін. Екіге бөлінген ол жерде не ғой жаңағы? Жекпе-жектің правиласы басқа ғой. Жекпе-жектің ережесі бойынша. Ережесі басқа ол жерде. Бір минут мысалға фактор болса, 1 минуттан кейін тұрғызып жібереді. Сондай нелер болды жаңағы. Ережесі болғаннан кейін жаңағы Морозов кішкене әлсіз болды ол жерде. Бекзаттікі басым. Оны жанкүйерлер көбісі біле бермейді ережені, содан кейін неге тұрғыза береді? Иә, неге тұрғыза береді деген сияқты әңгіме болды ол жерде. Ол жерде уақыт мысалға 5 минут беріледі. 5 минут ішінде жаңа партер болып кетсе, партерден уже уақыт қосылады да, екінші секундомер қосылады. Сол жерде жаңағы 1 минут өткен кезде қайтадан стойкада жұмыс жасайды. Осы қазір бапкер болып жүрсіз, негізі осы бапкерлік кейде шаршатып, қойшы осы жұмысты, қойып басқа жұмысқа кетіп қалайын деген ой келмей ме? Әркімнің өзінің қолынан келетін ісін істеген жақсы ғой. Біздің мысалы қолымыздан осы бапкерлік келеді, спорт жағын білеміз мысалы. Басқа жаңағы стройка жағынан басқа да бір бизнестер жасайын десең, қолдан келмесе оны не істейсің оны? Жоқ, бір ойлап көрмейсіз бе сондай вообще кетіп қалғың келеді, кейде бір өзіңіздің оқушыңыз басқа залға кетіп қалып жатады. Сондай кезде бір ашуланып кетпейсіз бе? Ашуланған ондай кездерде болады, бірақ енді бәрібір де сол залға келесің ғой. Залға келіп. Ойланып қайтадан келесіз дейсіз ғой, қолдан басқа келмейді. Ал енді қазір біздің ММА дамып жатыр, кәдімгідей жақсы уровеньға келді ғой қазір. Алдымызда 1-2 күнде Сергей Морозов төбелеседі, Жалғас Жұмағұл төбелеседі. Солардың жалпы қарсыластарын білесіз бе негізі? Оларда жеңе алатын мүмкіндік бар ма? Жалпы тура осы байестердің жаңағы шетелдік қарсыластарымен біле бермейді көбісін. Енді Хабибтің бауыры ғой. Полный жаңағы бойларын көрмеген, бірақ та жаңағы отрывтарын көресің, кейде бір жарыстарын көріп қаласың, бірақ та жаңағы Сергейге шанс бар деп ойлаймын. Енді қандай да болса да өзінің қазақстандық жаңағы жерлесіңе қолдау көрсетесің ғой жаңағы, жеңсе екен деп. Жалғасқа да соны айтамын. Оның да қарсыласын көп біле бермейсіз. Қарсыласын біле бермеймін, бірақ Жалғас енді өзінше бір, ол да бір байыз ғой. Характер жағынан, дух жағынан, жалпы бізде UFC-да сол аталған 2 жігіт бар, Шафқат бар, чемпион болады деген жауынгер бар ма сіз ойыңызда? Осылардың арасында Арман болсын, Ашимов, Бекзат Әлмақ, жоқ кім болса да чемпион болады ау деген адам бар ма? Тура осы чемпион болады деп айта алмаймын, бірақ та қайсысы бір болса да жаңағы біраз
уже көзге көрінген байестер ғой. Арман Оспанов, Арман Ашимов болсын, жаңағы Жалғас Жұмағұлов болсын, бізге Қазақстанда көзге көрінген байестер. Бірақ олардың жаңағы нелері күшті ғой. Талап дейді ғой, талаптары күшті. Жаңағы қарасаң, Инстаграмнан қарасаң да басқа жақтарында естігенде жаңағы сборда жүреді, талап қылады, еңбек қылады. Бірақ еңбек қылса әйтеуір бір несі жанат шығар деп ойлаймын, бағы жанат шығар деп ойлаймын. Еңбек етсе әлбетте чемпион болады, неге болмасқа. Дәніш аға, сізде тағы ел арасында сіз Қытайдың түрмесінде болған деген әңгіме бар. Сол қаншалықты рас негізі? Негізі ол Қытайдың түрмесінде болды деген рас, иә. Болып қайтқансыз. Не үшін? Бір себепсіз бір нелер болып қалды, соны кейін жаңағы сот болмай ол жақтан соттың шешімі дейді ғой, жаңағы осынша жыл кезектеп сондайға дейін жаңағы шығып кетті ғой, жаңағы өздерінің Қытай халқының қателігімен байланысты жаңағы біраз уақыттан кейін шығып кеттік. Негізі рас. Олар өздері қателесіп сіздерді ұстап алған ба? Иә, біраз уақытта ұстап тексеруден өтіп кейін шығып кеттік. Бір өзіңіз болдыңыз ба? Жоқ, қасымда тағы да бір-екі жігіт болды. Ол жақта сонда түрмесінде қазақтарға қалай қарайды? Басқаша қарайды ма, әлде бәрімен бірдей ма? Бәрімен бірдей қарайды ол жерде. Бірдей қарайды? Иә, бәрімен бірдей қарайды. Енді шет мемлекеттің адамдарына ғана бір ерекшеліктер бар, басқаша қарайды. Түрме болғаннан кейін түрме ғой, түрменің жақсысы жоқ деп айта алмаймын. Мынау жақсы, анау жақсы түрме. Ол жақта аз күндер болсаңыз да бір төбелесіздеп кеткен кездеріңіз болған жоқ па? Жоқ, ондай болған жоқ. Тыныш жүріп тыныш қайттық. Қандай автокөлікпен жүрсіз қазір негізі? Нақты қазір енді білмеймін, көлік қарапайым ел мінген көлікпен жүрміз. Мазда машинасымен. Мазда? Былай қалталы азаматтар бар бізде қазіргі. UFC-ға шыққан болсын, жаңағы UFC деген бар, турнир бар. Соларға біреуіне ат мінгізіп жатыр, біреуіне көлік мінгізіп жатыр. Қалталы азаматтар көп қой қазақта? Иә. Жомарт. Сол кісілерден бір ұсыныс түскен жоқ па? Әке, сіз мынандай машинамен жүргеніңіз дұрыс емес пе? Мүмкін саған машина берейік деген сияқты. Нақты мынандай бір ұсыныстар жоқ. Жалпы былай уәде берген кісілер бар. Уақыт келсе болып қалар ол да. Өзіңізде андай қарапайымдылығыңыздан барып есік тоқылдатып сұрамайтын сияқтысыз. Жоқ, ондай. Содан кейін болатын шығар. Осыған шүкір, барына базар деп жүрміз. Жалпы жанұяңыз туралы айтып кетсеңіз. Әйеліңіз бар ма, тоқалыңыз бар ма? Арасында қалжыңдап тұрамыз, тоқал алу керек деп. Оны қолдайтын қазақтар да көп. Сол туралы айта кетіңізші. Әйеліміз бар, бала шағамыз бар. Оның қазір 16 жасқа толды, Дінмұхамед деген. Ол да спорттың саласымен жүреді, бірақ ондай қатты деңгейде спортшы емес, ағын ақын келе жатыр, мүмкін болашақта көрсетіп қалар результат еді. Бір ол, иә? Ол аралас жекпе-жекке келе ме? Қалайсыз болды? Арасында қатысып тұрады. Өзі арасында қатысып тұрады. Ол аралас жекпе-жекке қатысқанына қарсы емессіз ба? Мамасы қалай қарайды? Жоқ, қарсы емеспін. Мамасы да қарсы емес. Төбелесе берсін дей ме? Иә. Тоқал жайлы вообще не ойлайсыз? Жаңа қалжыңдап отырмын ғой. Қазақтар негізі тоқал алу керек дейді. Тоқал туралы не ойлайсыз? Енді қазіргі уақытта Қазақстанда бір 5-6 жігіт кездесе қалсақ, осы тоқалдың әңгімесі міндетті түрде қозғалатын болды ғой. Сондай бір не болып қалды, бір ғайбат, бір шетінен ғайбат болып кетті ма, өзі тоқал сияқты әңгіме болып кететін болды. Мен нені жақсы көремін ғой, жаңағы Тұрсынбек Қабатовтың, жаңағы Тука бауырымыздың жаңағы нелердің концерттері бар ғой, жаңағы театрлар, күлкі. Сол жерде жаңағы олар көбінесе өмірден алып айтады ғой, жаңағы осы тоқал туралы нелері бар, жаңағы басқа да түсірілген түсірілімдері бар мысалға. Сол жерде жаңағы айтады ғой, Тука бауырымыз жаңағы тоқал деген нәрсе тәтті нәрсе деп жаңағы. Мен де өзім де ойлаймын, тәтті нәрсе тапсаң ол жылайтынына жаңағы өзің көрсетпей, өзіңнің жақыныңмен бөлісіп, жаңағы болмаса өзің ақындап жеген жақсы болсын ғой тәтті нәрсе. Сол жақ тәтті нәрсені ақындап білдіртпей келтіре берсе ыңғайын болатын шығар деп ойлаймын. Егер ыңғай келіп жатса неге? Мен оған үйдегі жеңгей қарсы емеспін. Қарсы емес пе үйдегі жеңгей? Жеңгей өйткені сіздің үйіңізде бір-екі рет болдым. Не үшін сұрап отырмын ғой? Сол үйде жеңгейге қайта-қайта қалжыңдайсыз, соған қарағанда ой бар ма дегенім ғой. Ой, әрбір еркектің ойында болады ғой, шаман келсе неге келтірмеске? Келтіру керек, бірақ енді улатпай, шулатпай, ақындап
қамшының қысқа сабынбай деп қазақ атамыз бекер айтпаған ғой, қысқа өмірде ақын бәрін көруге болады. бәрін көру керек. Бірақ та жаңағы ойында бір нелер бар ғой, тәртіптер бар ғой. Бұқты барақта тоқал алып жатыр екен досым деп албасаң ол да болмайды. Мысалы қарап өзің шамаңа қарау керек. Біріншіден, екіншіден жаңағы онда жазылмаған заңдары бар ғой. Иә, бақ өсірем деген ниетте болса неге келтірмеске. Мен ойлаймын ақындар. Мен жалпы өзім жаңағы осы тоқал алған жігіттерге мен өзім қарсы емеспін. Ең басты жаңағы ырду-дырдуын келтірмей ақындар келтірсін. Бізде қазір бай қалталы жігіттеріміз бар ғой, мысалы қазақтың жігіттері көп қой. Соларға мен жаңағы тәтті нәрсесін өзі жей берсін дейсіз ғой, ешкімге айтпай-ақ. Келтірсін. Мен қосыламын оған. Өзімнің қолымнан келсе оны да көре жатамыз. Ака енді жаңағы бір нелерді айтады ғой. Жиындарда отырамыз, айтып өзің айтпақшы. О, міне Дәнеш деген бауырымыз 82 жекпе-жек өткізген деп жаңағы тосқа айтады, тосқа шақырады, мысалы сол кезде шығамыз ғой. Жақсылық ағамыз, жаңағы марқұм Жерқабақ мемесін жақсы кісі еді ғой ағамыз. Бір несінде айтады ғой. Мен негізінде жеңіп қалғам деп. Сол кісінің бір интервьюін көріп, осыны мен де жаңағы жүрген жерде айтатын болдым ғой. Мен жеңіп қалған жерім деп жаңағы елдің достарға таңғалады екен. Бір жеңілісім бар деп. Қай жерде жеңіп қалғансыз деп жаңағы. Мен әйеліме, жеңгелеріме жеңіп қалғам деп. Сол сияқты біздің де бір поражениеміз бар енді негізінде. Ол ешкімге айтылмаған ғой. Иә, поражениеміз жеңгелеріме. Сабыржан Махметов ағамыз айтады ғой. Подкаблук деп орысша айтамыз ғой жаңағы. Егер подкаблук болмасаң, қарның аш болып, байқұс болып жүресің дейді. Подкаблук болсаң дейді, қарның тоқ болып жаңағы жақсы жүресің дейді. Сондай нелер бар да жаңағы. Сол сияқты біз енді стараться етеміз енді ақында. Тоқ жүруге. Жымын білдірмеуге, иә. Жақсы жақсы. Подкаблук болсаң тоқ боласың дейді ме? Орамал ұстап жүресің дейді. Сіз каталкада көп жақсы істегенде 1000 жасадым ғой. 1000? Ол қиын ба сонда қазіргі спортшылар қанша жасайды онда? Әркім әрқалай оны көп жасай алмайды. Бір спорға барған кездер болды да. Мен сол бір рет спорт етіп, соны 1000 жасап қалып қалғанбыз ғой. Осымен сұхбатымыз аяқталды иншалла. Болашақта үлкен чемпиондар дайындаңыз. Сіңізге сәттілік, жанұяңызға бақыт, деніңіз сау болсын иншалла. Аман жүре беріңіз. Өзіңе де